Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қызыр мен Мұса пайғамбардың жолдастығы. Қызыр, хидр сөзі араб тілінде үш түрлі қолданылатын хадыр, хидр және худыр қазақ тілінде жасыл деген мағынаға саяды. Құран кәрімде қиссасы баяндалған Қыдыр Мұса пайғамбардың заманында өмір сүрген. Тәпсір кітаптарында пайғамбар немесе әулие кісі болғандығы айтылады. Қыдыр деп айталуы жүрген жерінен көк шөп пен жасыл желек шыққандығынан немесе жасыл киім киетіндігінен деп аталады. Қыдыр аты жайында ғұламалар арасында екі түрлі пікір бар. Бірі Мұса пайғамбардың заманында өмір сүрген, қазір жоқ, дүниеден өтіп кеткен десе, екінші бірі Иса пайғамбар мен Қыдыр әлі де тірі деген пікір. Қазақы түсінігімізде Қыдыр ата жақсылық таратушы, қиналғанда көмектесіп, береке тасушы секілді ұғым бар. Сондықтан бата бергенде Қыдыр дарысын, Қыдыр қолдасын деп айтып жатады. Бұл сөздері үшін күнәһар болды немесе Аллаға ортақ қосып діннен шықты дей алмаймыз. Алайда шариғаттың шеңберінен асып кетпеу әрбір мұсылманға міндет. Қазақтың құт қонған береке дарыған деген мәнді Қыдырмен байланыстыратыны осыдан. Құранда Қызыр туралы ашық айтылмайды. Алайда Кәхф сүресінің 60-82 аяттарындағы өз тарапымыздан оған рахым етіп берген және ілім үйреткен құлдарымыздың бірі деп тілге тиек етілетін кісінің Хызыр оған Алланың сәлемі болсын екені білінуде. Өйткені тіке пайғамбарымыздан жеткен сахих хадистерде бұл кісінің Хызыр екені анық айтылған. Бірде Мұса пайғамбар Исраил ұлдары арасында уағыз айтып тұрғанда, сізден де асқан хикмет пен ілім иесі бар ма деген сұрақ қойылады. Мұса пайғамбар оған білмедім, жоқ шығар деп жауап қатқанда, көктен уақи түсіп, бір ізгі кісінің ілім жағынан артық екені, әрі оның екі теңіздің қосылған жерінде екені білдірілген. Мұса пайғамбар оған Алланың сәлемі болсын, ол кісімен жүздескісі келетінін білдіргенде, дорбаңа тұздалған балық салып ал, терістікті бетке алып жүре бер. Ұзақ жүргеннен кейін дорбаңдағы балыққа жан бітіп, көзден ғайып болады. Сол жерге аялда. Екі теңіздің қосылған жері сол арада. Іздегеніңді сол жерден табасың деген уақи түсті. Хазірет Мұса оған Алланың сәлемі болсын, айтылғандарды екетпей дереу жолға шықты. Көп жүріп бір теңіздің жағасына жетті. Сәл аялдап көз шырымын алмақ болды. Оянса дорбасы босап қалған екен. Дорбасындағы тұздалған балыққа жан бітіп, теңізге жүзіп кетіпті. Ал анадай жерде біреу теңізге қарап отыр екен. Мұса оған Алланың сәлемі болсын, іштей екі теңіздің қосылған жерінде мекендейтін ілім иесі сірә сол болса керек деп топшылады. Анығында ол Хызыр, оған Алланың сәлемі болсын еді. Барып сәлем беріп, өтінішін білдірді. Мен Мұсамын, сізге ілім үйренуге келдім. Бір шама уақыт жолдас болуға рұқсат етсеңіз дейді. Менімен жолдас болуға шыдамың жетпес деді бейтаныс. Қолымнан келгенше сабырлы болуға уәде беремін деп тағы да өтінген соң, олай болса менен ештеңе сұрама. Сонда ғана екеуміз жолдас бола аламыз деп жауап береді. Мұса оған Алланың сәлемі болсын ризалығын білдірді. Екеуі жолға шықты. Ұзақ жүргеннен кейін бір кемеге мінді. Кеме иесі Қызырды танығандықтан ақы алмады. Біраз жүргеннен кейін Қызыр оған Алланың сәлемі болсын қолына ара алып кеменің қоймасына түсті. Арамен кеменің тақтайларын аралай бастады. Аздан соң су жиналып, кеме бір қырына қисайып қалды. Бұны көргенде Мұса оған Алланың сәлемі болсын шыдамай, бұныңыз не? Еш ақы сұрамаған кісілердің кемесіне қастандық жасағаныңыз қалай дейді. Әлгіндегі уәден қайда? Мұса оған Алланың сәлемі болсын дереу кешірім сұрады. Шынында да ол уәдесін ұмытып кеткен еді. Осы кезде олардың көз алдында кішкентай бір құс келіп, теңізге тұмсығын батырып су ішті де қайтадан ұшып кетті. Бұны көргенде Хызыр оған Алланың сәлемі болсын Мұса пайғамбарға қарап, Аллахтың ілімінің жанында біздің білгеніміз жаңағы құстың тұмсығына шыққан судай ғана дейді. Ұзақ жүріп кемемен жағаға жетеді. Екеуі әрі қарай сапарын жалғастырады. Бір уақытта алдарынан бір топ ойын баласы кездеседі. Қызыр ойланып жатпастан әлгі балалардың біреуін өлтіріп тастады.
Бұл жолы Мұса оған Алланың сәлемі болсын тағы ашуланды. Баланы жазықсыздан жазықсыз неге өлтірдіңіз? Жол бойы менен ештеңе сұрамауды ескертпеп пе едім? Онда кешірім өтінем. Соңғы рет тағы рұқсат етіңіз, деді Мұса. Екеуі тағы жүріп кетті. Жүре-жүре бір ауылдың үстінен түседі. Бірақ жолаушыларды жан баласы қонақ қылмады, не тамақ бермеді. Екеуі шарасыз кетіп бара жатқанда құлағалы тұрған бір қабырғаны көреді. Қызыр оған Алланың сәлемі болсын қораны түзетіп қалпына келтіріп қояды. Мұса оған Алланың сәлемі болсын. Бұл ауылдағылар бізді не қонақ етпеді, не үйлеріне қондырмады. Ал сіз танымайтын біреудің қорасын жөндедіңіз деп ренжиді. Бұны естігенде Қызыр уағдасын орындамағаны үшін Мұсамен осы жерден қош айтысатынын білдіреді. Сөйтті де оған түсініксіз көрінген істердің мәнісін былай деп түсіндірді. Әуелі кеменің тақтайларын кесіп, кемені сәл қисайтып қою арқылы кедей-кепшіктің жағдайын ойладым. Себебі ол атрапта ашық теңізге шығып, кеме тонайтын қарақшылар бар еді. Олар бүтін кемеге ғана тиісетін. Баланы өлтіру себебім оның әке-шешесі өте жақсы кісілер еді. Ал бала бұзақы болып өсіп келе жатты. Кейін өскенде кәрі ата-анасына күн көрсетпейтін қанпезер болмақ еді. Аллах Тағала әлгі ата-ананы аяғандықтан баланы менің өлтіруімді қалады. Бұзылған қораны жөндегенім ол негізі 2 жетім баланыкі еді. Қабырғаның астында балаларға тиесілі қазына болатын. Қабырға құласа, қазынаны жұрт талап кететіндіктен, Раббым 2 жетімнің мирасын өздеріне сақтағысы келді. Мен 2 бала ер жеткенше ашылмайтындай етіп, қазынаны көміп кеттім. Әй Мұса, мұның бәрін мен істегенмен, анығында бір Аллахтың әмірімен жүзеге асты деп түсіндіреді. Бұл сапардан күнделікті өмірде кездесетін, сырттай келеңсіз көрінетін бір қатар оқиғалардың астарында жақсылық болатындығын ұғынамыз. Бұл жағдай аятта да ескерілген. Ұнатпағандарың өздеріңе қайырлы болуы мүмкін. Ұнатқандарың өздеріңе қайырсыз болуы мүмкін. Алла ғана біледі, сендер білмейсіңдер. Бақара сүресі 216 аят. Ғалымдардың айтуынша, Қызыр құпия ілімдерге жүйрік еді делінеді. Соған қарамастан, Расулалла оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, Қызырдың іліміне қатысты кемемен сапар кезін былай деп сипаттайды. Бір құс тұмсығымен теңізден су іліп алып, кеменің жақтауына қонды. Қызыр Мұсаға құсты көрсетіп былай деді: Алланың ілімінің жанында сен екеуміздің білгеніміз теңізден құстың тұмсығына ілінген судай ғана. Бұған қоса Мұхаммед пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, Алла Тағала Мұсаны кешірсін. Әттең тағы біраз сабыр етіп, Қызырдың хикметі істері бізге көбірек жеткенде ғой, дегені де бар. Хадисшілер кезеңінде имам Бұхари секілді кейбір ғалымдар Қызырдың оған Алланың сәлемі болсын қайтыс болғанына сенсе де, ірі мүжтахид 4 имамнан бастап бір қатар фақихтар оның тірі екендігін мойындаған. Тіпті өмір сатыларының бірінде оның өзіне тән кейіпте өмір сүріп жатқанын, рухани жетілуде Қызыр деңгейі деген биік деңгей барын, сол деңгейге жеткендердің онымен кездесуі әрі тіке өзінен дәріс алуы мүмкін екендігін де білдірген. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.